Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен математикалық сауаттылықтан Гаусс әдісін қарастырамыз. Гаусс әдісі деген ол белгілі бір сандар тізбегі берілсе, сол тізбектегі сандардың барлығын қосындысын табу керек деген сөз. Яғни бұл жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген сандардың қосындысын тап десін, иә? Енді бұны мен Гаусс әдісімен шығарайын. Гаусс әдісінің формуласы міне осы формуланы жаттап алсақ болды, біз осындай есептерді шығарамыз. Енді қараймыз. Бізде бұл жердегі Т1 деген ол тізбектің бірінші мүшесі деген сөз, яғни бірінші сан. Ал Т соңғы деп, яғни Т-сы деп тұрған ол бізде соңғы мүшесі. Соңғы тұрған санды айтамыз. Д деп отырғанымыз қадам. Яғни біздің қатардағы тұрған сандарымыздың келесі сандары қаншаға өсіп жатыр. Барлығы бірдей санға өсу керек. Сол кезде біз Гаусс әдісін қолданамыз, яғни қадамын табу. Қадамын табу үшін, д-ны табу үшін біз екінші тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтып тастасақ болды. Сол кезде қадамды табамыз деген сөз. Енді мына мысалды қарастырайық, осы формулаға салайық. Яғни 1-ден 8-ге дейін сандардың қосындысын тап десе, біз s тең болады. 1-ге 8-ді қосамын. Бірінші мүшеге соңғы мүшені қосу керек. Сонда 1 қосылған 8 бөлінген 2. Екінші менде соңғы мүшеден бірінші мүшені азайтып тастауым керек. Сонда 8-ден 1-ді азайтып, енді д-ны табу үшін мен екінші саннан бірінші санды азайтсам болды. Сонда бізде қадамымыз 1-ге тең деген сөз. Әрбір келесі сан 1-ге өсіп жатыр деген сөз. Енді оған 1-ді қосуымыз керек. Сонда бізде 9 бөлінген 2 көбейтілген, мына жеріміз бізде қанша шығады? 7, 7-ге 1 қосамыз, 8 шығады, иә? 8. Енді бұл кейін қысқартатын болсақ бізде 4, яғни 9 4-ім 36. Онда мына санның қосындысы бізде 36-ға тең дейміз. 1-ден 8-ге дейінгі сандардың қосындысы. Енді осыған байланысты бірнеше мысалдарды қарастырайық. Бірінші есебі 1-ден 20-ға дейінгі сандардың қосындысын тап дейді. Бізде қадамымыз 1-ге тең, өйткені әр сан 1-ге өсіп жатыр. Енді s, яғни қосындыны табатын болсақ, бірінші санға соңғы санды қосамыз, 2-ге бөлеміз. Келесі, соңғы 20 деген саннан бірінші санды азайтамыз 1-ді, және қадамымыз 1-ге тең, 1-ге бөліп, оған тағы 1 қосамыз. Қосу 1 ол бізде формуладағы 1, оны шатастырмаймыз. Ол қадамға ештеңеге қатысы жоқ. Енді бірінші жақшада менде 21 бөлінген 2 болады. Екінші жақшам 19, 19-ға 1 қоссам 20 болады. 20 мен 2 қысқарады менде. Сонда 10 болады. 21-ді 10-ға көбейтсем 210. Яғни менде 1-ден 20-ға дейінгі сандардың қосындысы 210-ға тең деген сөз. Келесі. 6-дан бастап 38-ге дейінгі сандардың қосындысы. Бізде жаңағыдай аз сандар болса, оны өзіміз қоса аламыз. Гаусс әдісінсіз. Ал енді мына жерде 6-дан 38-ге дейінгі сандарды біз ойша қосып отырмаймыз ғой. Осындай үлкен сандарды есептегенде бізде Гаусс әдісі өте ыңғайлы. Мысалы, 6-ға бұл жерде 38-ге қосуымыз керек болады. Бірінші тұрған сан мен соңғы тұрған санды. Оны 2-ге бөлуіміз керек. Екінші жақшада 38-ден 6-ны азайтып тастаймыз, және қадамға бөлеміз. Қадам бізде бұл жерде де 1-ге тең, әрбір сан 1 санға өсіп жатыр. Қосамыз 1-ді дейміз. Сонда бізде бірінші жақшамызда 38-ге 6 қоссақ 44, 44-ті 2-ге бөлеміз, көбейтеміз. Екінші жақшадан азайтатын болсақ 32, 32-ні 1-ге бөліп, оған 1 қоссақ 33. Енді 44 пен 2-ні қысқартсақ бізде 22, 22-ні 33-ге көбейтсек қанша болады? Көбейтетін болсақ бізде 726 деген сан шығады екен. Сонда бізде 7-ден 38-ге дейін сандардың қосындысы 726-ға тең деген сөз. Келесі. 1-ден 25-ге дейінгі сандардың қосындысы, бірақ бұл жерде бізде тақ сандар, яғни 1, 3, 5 деп кетіп жатыр. Яғни қадам бізде 2-ге тең деген сөз. 3-тен 1-ді азайтамыз, болды, қадам тауып аламыз. Енді қосындысын табатын болсақ, бірінші тұрған санға соңғы тұрған санды қосып 2-ге бөлеміз, және көбейтеміз. Соңғы тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтып, қадамға бөлеміз. Бұл жерде қадам 2-ге тең, сол үшін 2-ге бөлеміз, оған 1-ді қосамыз. Сонда бізде 26, 26-ны 2-ге бөлетін болсақ, бірінші жақшамыздан бізде 13 шығады. Келесі екінші жақшаны орындасақ 25-тен 1 азайтамыз 24, 2-ге бөлеміз 12, 12-ге 1 қосамыз 13. Яғни 13-ті 13-ге көбейтсек 169. Сонда мына біздің қосындымыз, мына сандардың қосындысы 169-ға тең деген сөз. Келесі.
5-тен бастап 100-ге дейінгі сандардың қосындысы, бірақ бізде қадамымыз d 5-ке тең. Өйткені әрбір санымыз, әрбір келесі санымыз 5-ке өсіп жатыр. Енді қосындыны табатын болсақ, бірінші тұрған санға соңғы тұрған санды қосамыз, 2-ге бөлеміз. Көбейтеміз. Соңғы тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтып, 5-ке бөлеміз, қосу 1 дейміз. Өйткені қадам бізде 5, 5-ке өсіп жатыр, сол үшін. Енді бізде бірінші жақшамыздан 105 бөлінген 2 шығады. Екінші жақшамызда 100-ден 5 азайтамыз 95, 95-ті 5-ке бөлсек бізде 19, 19-ға 1 қосамыз 20. 20 мен бізде 2 қысқарады 10 болады. И 10-ды біз 105-ке көбейтсек 1050. Яғни 5-тен бастап 100-ге дейінгі сандардың қосындысы қадамы 5. Сонда оның қосындысы 1050-ге тең дейміз. Келесі. 101-ден бастап 303-ге дейінгі сандардың қосындысы қанша дейді? Біз бірінші тұрған санға соңғы тұрған санды қостық және 2-ге бөлдік. Келесі. Соңғы тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтамыз және қадамымыз қанша? Біздің қадамымыз 1-ге өсіп жатыр, сол үшін 1 дейміз, қосу 1. Енді есептесек, 101-ге 303 қоссақ 404, 404-ті 2-ге бөлсек 202. 202-ні көбейтуіміз керек. Енді мына жерде біз азайтатын болсақ 202, 203 болады, 1-ді қосатын болсақ. Енді 202-ге 203-ті көбейтейік. Бізде көбейтсек, бұл екеуін 41.006 деген сан шығады екен. Яғни мына қосындының барлығы 41.006-ға тең деген сөз. Келесі 6-шы есепте 92-ден 2-ге дейінгі сандар берілген. Яғни бұл жердегі қосындыны табуымыз керек. Енді бірінші тұрған санымыз 92, оған 2-ні қосамыз және 2-ге бөлеміз. Келесі енді екінші жақшада біз 2-ден 92-ні азайтуымыз керек болады, соңғы тұрған саннан. Бірақ бұл жерде азайтылмағандықтан біз үлкен саннан кіші санды азайта береміз. 92-ден 2-ні азайтамыз, қадамымыз қаншаға тең? Біздің бұл жерде қадамымыз көбейіп жатқан жоқ, керісінше азайып жатыр. Мысалы 92, 82, 72, 62, бұның бәрі жазылмаған ғой, бізде точкамен беріліп тұр. Сөйтіп 2-ге дейін азайған. Енді бұл жердегі қадам бізде 10 санға азайып жатыр. 92-ден 82-ні азайтсақ, бізде арасы 10. Яғни қадам 10-ға тең дейміз бұл жерде. Оған қосамыз 1-ді. Сонда бізде бірінші жақшамыз 94, 94-ті 2-ге бөлсек бізде 47 шығады. Екінші жақшамыздан 92-ден 2 азайтамыз 90, оны 10-ға бөлсек 9, 1 қосамыз 10. Яғни 47-ні 10-ға көбейт деген сөз. Сонда бұлардың қосындысы 470 деген санға тең болады екен. Келесі есебіміз. Ұлу бірінші күні 10 см, ал әрбір келесі күн сайын 3 см-ге көбірек жүріп отырды. Ұлу бір аптада қандай қашықтықты жүріп өтті дейді. Келесі 7-ші есепте ұлу бірінші күні 10 см, ал әрбір келесі күн сайын 3 см-ге көбірек жүріп отырды. Ұлу бір аптада қандай қашықтықты жүріп өтті дейді. Енді бұл жерде бірінші күні 10 см жүрген, бізде бір апта жүрген, яғни 7 күн жүру керек. Бірінші күні 10 см жүрсе, екінші күні 3 см-ге көбірек, яғни 13 см жүрді. Келесі үшінші күні ол уже бұған қарағанда 3 см көбірек, яғни 16 см жүріп отырады. Одан кейін төртінші күні 16-ға қарағанда 3 см көбірек, 19. Одан кейін тағы 3 қосатын болсақ, бұған 22, бұған тағы 3 қоссақ 25, және оған тағы 3 қоссақ 28. Яғни бізде 4-ші күн, 5-ші күн, 6-ші күн, 7-ші күн, яғни бір аптада жүріп өткен нелері көрініп тұр, жүрген ұзындықтары көрсетіліп тұр. Енді бізге оның жалпы қашықтығы қандай екен табу керек бір аптадағы. Ол үшін осы сандардың барлығын қосу керек деген сөз. Яғни бұл бізде қадамымыз әр келесі күн сайын 3 см-ге өсіп жатыр, яғни қадам 3-ге тең деген сөз. Әрмен қарай қосындыны табу үшін Гаусс әдісін пайдалансақ болады. Бірінші санымыз бізде 10, соңғы санымыз 28, оны 2-ге бөлеміз. Келесі соңғы санымыз 28, одан 10-ды азайтып, қадамға бөлеміз. Қадам 3-ге тең, және оған 1-ді қосуымыз қажет болады. Сонда біз 38, 10-ға 28 қосамыз, 2-ге бөлсек 19. 19 көбейтілген, мына жерде бізде 28 айтылған, 18, 18-ді 3-ге бөлсек 6,
оған 1 қосамыз 7. Яғни 19-ды 7-ге көбейт деген сөз. Так, бұл екеуін көбейтетін болсақ бізде 63, 6 ойда 7, 7-ге 6 қоссақ 13. Яғни 133 сантиметр жол жүрген бір апта бойы. Так, келесі енді 8-ші есеп. 7 цифрмен аяқталатын барлық 2 таңбалы сандардың қосындысы дейді. 2 таңбалы сан бізде 17 деген саннан басталады. Соңғы саны 7-мен аяқталатын. Келесі санымыз 27, 37, осылай кете береді бізде 97-ге дейін. Яғни бұл жерде 47 бар, 57, 67, 77 барлығы бар ғой, 87. Бірақ мен маған бұл жерде 17 мен 97-ні білсем жеткілікті, және оның қадамын білсем жеткілікті. Сол үшін барлығын жазбай қойсам болады. Мына жерде соған дейінгі сандардың қосындысы. Енді S тең болады. Біз бірінші санды соңғы санға қосуымыз керек, және 2-ге бөлуіміз керек. Және соңғы саннан бірінші санды азайтамыз, оны қадамға бөлеміз. Біздің әрбір санымыз қанша санға өсіп жатыр? 10 санға өсіп жатыр. 27 азайту 17, 10. Яғни қадам 10 дейміз. Қосу 1. Енді бірінші шақшаны орындасақ бізде 97-ге 17 қосатын болсақ, 114 шығады. 114-ті 2-ге бөлемін, және оны көбейтуім керек. Мына жерде 97 азайтылған 17, 80. 80-ді 10-ға бөлсек 8, оған 1 қосамыз. 9. Енді 114-ті 2-ге бөлсем менде 57 көбейтілген 9, бізде 63, 6 ойда 45, 51, яғни 513. Мына сандардың қосындысы 513-ті береді дейміз. 7 цифрмен аяқталатын 2 таңбалы сандардың қосындысы. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Гаусс әдісінің формуласын жаттап алуымыз қажет, және тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.